2009 жылы Нахчыванда өткен түркі мемлекеттері басшыларының кезекті саммитінде Қазақстан тарапы түрік әлемін зерттеуге арналған бірлескен ғылыми ұйым құру туралы бастама көтерді. Бір жылдан соң Астанада Түркі академиясы құрылды. The International Turkic Academy. Türk Akademisi. Türk Akademisi. Международная Тюркская академия. Uluslararası Türk Akademisi'nin. Türk Akademisi. Түркі академиясы 15 жыл бұрын түркі дүниесінің ортақ болашағына сенім білдірген мемлекеттердің стратегиялық көзқарасы негізінде құрылды. Қазақстан тарапының бастамасымен құрылған Түркі академиясы 15 жыл ішінде бауырлас елдер арасындағы ғылыми интеграцияның дамуына зор үлес қосты. Түркі академиясының құрылуы бүкіл түркі дүниесі үшін дүниежүзіндегі үлкен оқиға. Бұл түркі мемлекеттері ұйым аясында ауқымды интеграцияны тереңдетуде маңызды және негізгі қадамдардың бірі болды. Түркі академиясы тамырлас халықтарымыздың тілдерін, әдебиетін, тарихын зерттейтін ғалымдарды біріктірген іргелі халықаралық ұйымға айналды. Құрылған күннен бастап, академия тізгінін түркі әлемінің дамуына зор үлес қосқан көрнекті ғалымдар ұстады. Алғашқы президенті, қазақстандық профессор, филология ғылымдарының докторы Шәкір Ыбыраев ұйымның ғылыми іргетасын қалап, оның зияткерлік бағдарын айқындады. Одан кейін Қазақстанның көрнекті ғалымы, тарих ғылымдарының докторы, академик Дархан Қыдырәлі басқарып, академияның халықаралық деңгейдегі беделін жаңа белеске көтерді. Бүгінде әзірбайжандық профессор, тарих ғылымдарының докторы, академик Шахин Мұстафаевтың басшылығымен академия түркі әлеміндегі инновация, интеграция және келешекке деген сенімді тоғыстырған жаңа кезеңге қадам басты. Akademinin amacı. Академияның мақсаты түркі халықтары арасындағы ғылым мен білім салаларындағы ынтымақтастықты нығайту, ортақ зерттеулер мен жобаларды үйлестіру. Түркі мемлекеттері ұйымының ақсақалдар кеңесі бастамасымен және халықаралық түркі академиясының үйлестіруімен жетекші тіл мамандары мен белгілі ғалымдар ортақ түркі әліпбиін әзірлеу мақсатында бас қосты. 15 жыл тарих үшін ұзақ мерзім болмаса да, түркі академиясы осы қысқа уақыт ішінде маңызды жетістіктерге қол жеткізді. Көп жылдық ынтымақтастық пен зерттеулер нәтижесінде комиссия тарихи шешім қабылдап, 2024 жылы түркі тілдерінің өзара сабақтастығына негізделген 34 латын қарпінен тұратын ортақ әліпбиді бекітті. Оқу ағарту, ғылым салаларындағы түркі мемлекеттерінің ынтымақтастығын дамыту үшін құрылған бұл өте маңызды ұйым. Түркі академиясы осы әліпбиді қолдана отырып, тәжірибе ретінде Абайдың қара сөздері мен Шыңғыс Айтматовтың ақ кемесін басып шығарды. Біз не істесек те, қандай бастаманы көтерсек те, бұл істің ғылымға негізделуі шарт. Түрк мемлекеттері ұйымдарының алқасындағы бірегей інжу маржаны бұл біздің Түркі академиясы. Академия сонымен қатар түркі елдерінің тарих атты ауқымды бастаманы жүзеге асыруда. Түркі мемлекеттері ұйымының 11-ші саммитінде берілген мемлекет басшыларының арнайы тапсырмасымен қолға алынған бұл жоба мүше және бақылаушы елдер тарихшыларының басын қосып, түркі әлемінің академиялық тұрғыдан негізделген ортақ тарихын жазуды мақсат етеді. 2025 жылы Анкара мен Алматы қалаларында өткен ортақ түркі тарихы жиындары түркі өркениетінің ежелгі империялардан қазіргі заманғы мемлекеттерге дейінгі тарихын қамтитын көп томдық басылымды әзірлеуге серпін берді. Түркі тарихы негізінен шетелдік зерттеушілердің қаламы арқылы олардың дүниетанымына сай жазылып келді. Алайда әлемнің ең көне халықтарының бірі түркілердің орнын ескермей, адамзат тарихының ешбір кезеңін толықтай түсіндіру мүмкін емес. Түркі академиясы ғылыми зерттеулер жүргізумен қатар түрлі ынтымақтастық алаңдарының хатшылығы қызметінде атқарып келеді. Академия түркі әлемі ұлттық ғылым академияларының одағы аясында білім мен ғылым саласындағы көп жақты жобаларды үйлестіріп, ортақ бастамалардың жүзеге асуына ұйытқы болып отыр. Академияның экономикалық зерттеу желісі деп аталатын арнайы құрылымы сауда, көлік және энергетика салаларындағы интеграцияны ілгерілету бойынша зерттеулер жүргізіп, оның биылғы сараптамалық қорытындысы өңірдегі жасыл экономикаға көшу үдерісін баяндайды. Академия Тубитакпен бірлесе отырып, ғылым мен технология жұмыс топтарын құрды.
Сонымен қатар, ұйым Түркия ғылым академиясымен бірге жыл сайын жас мамандарға арналған жазғы мектептер ұйымдастырып, оларға өз салаларының жетекші ғалымдармен және өзара танысуға мүмкіндік беріп келеді. Türk devletleri Академия жанындағы түркі мемлекеттерінің академиялары одағы құрылып, бір тұтас ғылыми кеңістікті қалыптастырудың, сондай-ақ ғылыми іс-шараларды және түрлі жобаларды бірлесе ұйымдастырудың тетігіне айналды. Түркі академиясы 15 жыл бойы түркі өркениетін зерттеумен айналысып келеді. Монғолия мен Қазақстандағы ірі археологиялық қазба жұмыстары байырғы бабалардан қалған құнды жәдігерлерді жер қойнауынан шығарып, тарихымызды терең тануға септігін тигізіп отыр. Моғолстанда Монғолияның Шивейт Улан аңғарында, кейін Номғон жазығында қазба жұмыстарын жүргізді. Akademi üyeleri Академия қызметкерлері моңғол әріптестерімен бірлесіп, Монғолияда археологиялық қазба жұмыстарын жүргізіп, олардың нәтижесінде түркі мәдениетінің қабаттарын зерттеп, тарихымыздың жаңа қырларын ашуға үлес қосып жатыр. Осы зерттеулер арқылы Монғолиядағы көктүріктер дәуіріне тиесілі ғұрыптық кешендер мен Қазақстандағы Жанкентте табылған көне Оғыз қоныстары және Маңғыстауда анықталған Оғыз Қыпшақ дәуірінен қалған таңбалармен терең тарихымызды парақтай түсеміз. Түркі академиясы Арика аталатын түркі әлемі археологиялық зерттеу орталықтары қауымдастығына да жетекшілік етеді. Бұл бірлестік түркі елдерінің тәжірибелі археологтарын біріктіріп, ғылыми жобалар мен далалық зерттеулер жүргізуге, түркі әлемінде ортақ археологиялық қазба жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді. Ғалымдардың пікір алмасуы, ғалымдардың бір-бірінің еңбектерімен танысуы, барыс келіс қарым-қатынас орнатуда бұл түркі академиясы өте маңызды рөл атқарып келе жатыр. Bunda uşan temiz tarih әлемнің басқа ешбір елінде жоқ. Бұл тек түркілерге тән. Сондықтан бұның тарихын зерттеп шығу бір Қазақстанның жеке, бір Өзбекстанның, бір Түркменстан, Қырғызстан, Азербайжанның, бір Түркияның қолынан келмейді. Түркі академиясының бастамасымен түркі әлемінің ортақ мұрасын зерттеу, қорғау және кеңінен насихаттау мақсатында бірқатар іргелі жобалар жүзеге асырылды. Атап айтқанда, түркі әлемінің киелі өңірлер географиясы, түрік бітік жазба ескерткіштерінің каталогы, Маңғыстау өңіріндегі түркі тарихи мұрасы, Оғыз Қыпшақ мазарлары мен таңбалары, Қырғызстанның Баткен аймағында егіз қара мен ақташ петроглифтері, түркі әлемінің тұғырлы тұлғалары, түркі тілдерінің терминологиялық сөздіктері, қазіргі түркі тілдерінің грамматикалары сияқты мазмұнды еңбектер сериялары бар. Академия зерттеу аясын кеңейтіп, түркі әлеміндегі азық-түлік қауіпсіздігі, су ресурстары және тұрақты даму мәселелеріне қатысты сараптамалық зерттеулерді де үйлестіруде. Түркі академиясы жыл сайын ғылыми монографиялар мен сөздіктерді жарыққа шығарып, түркі халықтарының зияткерлік мұрасын жүйелі түрде зерттеп, оның сақталуына үлес қосып келеді. Аса білікті ғалымдардың мақалалары жарияланатын Түркі академиясының бюллетені гуманитарлық ғылымдар саласындағы халықаралық ғылыми платформаға айналып келеді деуге болады. Академия өз қызметін құру туралы келісімде айқындалған міндеттерге сәйкес атқарып, мемлекет басшыларының тапсырмаларын түркі әлемінің келешегі 2040 құжатының мақсаттарына сай жүйелі орындап келеді. Түркі әлемінің келешегі 2040 құжатының бағдарына сай, Академия түркі мемлекеттері ұйымымен, ақсақалдар кеңесімен, Түркпа, Түрксой, түркі мәдениеті және мұрасы қорымен, түркі инвестициялық қорымен және түркі сауда өнеркәсіп палатасымен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді. Түркі академиясы өзінің міндеттері мен мақсаттарын жүзеге асыру үшін маңызды ғылыми семинарлар, ғылыми конференцияларды тұрақты өткізіп келеді. Түркі академиясы түркі әлемінің көрнекті тұлғаларының мерейтойларына арналған ғылыми және мәдени іс-шараларды жүйелі түрде ұйымдастырып келеді. Ғалымдарымыздың еңбектері түрлі бауырлас тілдерге аударылып, кеңінен насихатталып, баршаға қолжетімді ортақ рухани қазынамызға айналуда. Түркі мәдениеті, түркі өркениеті ол көптеген ғасырлар бойы жасаған, өмір сүрген әлемдік дамуға әсерін тигізген бұл құбылыс.
Сондықтан мен түрікпін, түркімін деп мақтануымыз қажет, оны жастар білу қажет. Біз Түрк Илимдер Академиясына Түркі академиясына мол табыстар мен елеулі жетістіктер тілейміз. Түрк Академиясынан көтерген Түркі академиясына жүктелген міндет өте маңызды. Оның түркі дүниесінен алар орны да айрықша жоғары. Әрине өзіміздің түркі болмысымызды нығайту үшін әрине бұл жерде тек қана бұны айтып қана қоймай, оны ғылыми түрде дәлелдеу өте маңызды. Осы жұмысты Түркі академиясы қолға алып үлкен жұмыстар жасалды. 2025 жылы 15 жылдық мерей тойын атап отырған Түркі академиясы түркі әлемінің стратегиялық ғылыми орталығы ретінде ортақ тарихымызды зерделеп, жарқын келешекті қалыптастыруға бағытталған өз миссиясын жалғастыра беретін болады. Türkiye Akademisi Түркі академиясы түркі ынтымақтастығы ұйымдарымен және түркі мемлекеттерінің ғылыми мекемелерімен бірлесе отырып, ортақ тарихымызды жүйелеп, бауырластық байланыстарымызды бекемдей түсуге ықпал етіп келеді. Түркі академиясының 15 жылдық мерейтойы құтты болсын.